Сәлем достар. Байқадыңыз ба? Көбінесе біз өмірдегі түрлі сәттер, ситуацияларды, оқиғаларды кездейсоқтыққа жатқызамыз. Тағдырды кінәлаймыз, немесе Құдайдың құдіреті деп, қоя салшы соны деп, осылай отмазкалар тауып, ешнәрсе істемейміз. Өзіміздің жауапкершілігімізді мойындамаймыз. Егер біз өмірдегі барлық оқиғалар, мысал үшін, ойланып көрсек, барлық оқиғалар тағдырға жүгінсе, егер біздің өзіміздің еш қатысымыз болмаса, онда өмірдің мәні жоғалмайды ма екен? Қалай ойлайсыздар? Мысал үшін, шығыс философияларында, шығыс философиясы карма негіздеріне сүйенеді. Ол не деген сөз? Егер карма бойынша өмір мәнісі бұл белгілі бір сабақ өту. Өмірдің өзі сабақ ретінде белгіленеді. Мысалы, егер адам жақсы болса, жақсы істері көрініп тұрса, кіршіксіз өмір сүрсе, значит, адам өзінің миссиясын жақсы орындап жатыр деген сөз. Неғұрлым жақсы істер көп болса, соғұрлым болашақта балдарына, болашақ ұрпақтарына, немесе арғы дүниеде обязательно сол адам керемет жағдайларға тап болады, жеңілдіктер алады, жеңілдіктер, түрлі бонустар келеді деп соған сенеді. Бұл не только шығыс философиясында, бұл көптеген адамдардың философиясына жатады. Көптеген адамдар осы философияға сенеді. Бірақ, егер ойланып көрсек, сонда адамның өмірі тек осы жақсылық жасау үшін ғана мотивациясы жақсылық жасау ма? Бұл мотивация, честно, маған мысал үшін өмір сүруге ешқандай мотивация бермейді. Менің осы каналда адам не үшін жаратылған туралы осындай видео бар. Сол видеода мен барлық негіздерді, барлық смысл дейді ғой, в чем смысл жизни, для чего родился человек. Осының бәрі осы видеода айтылады. Астында ссылка жасап қоямын, және төбесінде де ссылка болады осы видеоға. Егер қысқасын айтқанда, адам жаратылысының бірақ мәні бар. Бұл бақытты өмір сүру. Егер ойланып көрсек, бақытты адам ешкімге жаманшылық істегісі келмейді. В том числе өзіне де жаманшылық істемейді. Мысалы, кейбіреулер спорласуы мүмкін. Как это? Адамның жаратылысы бақытты өмір сүру. Бұл эгоизм емес па деп ойлайды. Егер адам бақытты болса, логикаға ұшырап, логиканы қосып ойлансақ, қараңыздар, адам бақытты болса, бірінші бақытты адамның мағынасын көрейік. Ол қандай адам? Бақытты адам ол қандай? Ол біріншіден азанда жақсы настроениясымен тұрады. Жұмысына рахаттанып, с удовольствием барады. Жұмыста көрген адамдарға күліп, жағдайын сұрап, жұмысын үлкен позитивті нотада жасайды. Ондай адам басқаларға эгоист ретінде көріне алады ма? Эгоист ретінде көрінеді ма? Конечно, нет. Наоборот, ол адамға бәрі жабысады. Себебі оның энергетикасы подъемда болып тұрады. Оның настроениясы күшті. Ол тек жақсылық қана тілейтіні көрініп тұрады. Тартады дейді ғой, адам тартады. Поэтому менің ойымша бақытты адам ешкімге жаманшылық істемейді. Бұрын, мысал үшін, бізде қоғамдық ықпал қатты еді. Біз қоғам энергиясына, қоғамның заңдарына, ішкі заңдарына қатты бағынышты едік. Мысал үшін, бізде қазақтар, бізде руластық, клановость, кландарға бөліну өте қатты еді. Одан кейін Совет одағының ықпалы тоже бізге әсер етті. И ол кезде бұрынғы заманда, буквально осыдан 20-30 жыл бұрын десек те болады. Жеке адамның ойының күші болмаған.
оның ісі, даже если вот бір адам бір нәрсені өзгерткісі келсе, өзін басқалардың өмірін емес, өзінің өмірін өзгерткісі келсе, бұл өте оңай емес еді, себебі ол зависимый болған. Ал қазір бұл ішкі заңдар бұзылуда. Бізде жаңа қоғамдық система құрылып жатыр. Енді жеке адамның ойы күшеюде. Егер 20 жылмен салыстырсақ, қазір бір адам өзінің өмірін өзі өзгерте алады. Қоғамның ықпалы уже бұрынғыдай қысып тұрған жоқ. Мойнымыздан қысып тұрған жоқ. Біз, в принципе, әр адам өзі не істегісі келсе, соны істей алады. Өзінің қолында, оның бақыты өзінің қолында. Бұрын ондай емес еді. И адам өмірін өзгерте алады дейміз. Қалай өзгертеді? Біздің психикамыздың ең мықты әрі ең қауіпті инструменті бар. Бұл инструмент ой деп аталады. И ой қалай әсер етеді? Өмірдің сапасына бір нәрсе әсер етеді. Бұл біздің өмірлік көзқарасымыз. Көзқарас неге? Көзқарас адамдарға, түрлі ситуацияларға, ақшаға, жұмысқа, табысымызға, туыстарымызға, сүйіктілерімізге, достыққа, то есть кез келген сфераға біздің өзіміздің көзқарастарымыз бар. Егер көзқарастың структурасын қарасақ, ішкі неден тұратынын оның. Бұл біздің түрлі ұстанымдарымыз. Бұл как же это называется? Ми қондырғысы, убеждение. Ми қондырғысы, это значит, бұл ой біздікі емес. Бұл басқалардан келген ойлар. Бізге настолько сіңіп кеткен, что біз уже сол ой біздікі деп ойлаймыз. И біздің құндылықтарымыз. Осының бәрі өмірлік көзқарастың составы болып саналады. Осы установкаларға, ұстанымдарға, ми қондырғыларға біз операция етеміз. То есть біз осыларды өмірімізде даже байқамаймыз, подсознательно использовать етеміз. Ол қалай? Например, мысалы, мынандай ұстаным бар көпшілік адамдарда. Бай адам обязательно алдаушы. Кедей адам жақсы, честный деп есептелінеді. Бұл установканы егер талқыласақ қайдан келген? Бізге, кейбіреулерімізге ата-анамыз айтуы мүмкін. Вот бай адамдарға сенуге болмайды. Кедейлер обязательно честный болады, кедейлер алдамайды дейді. И одан басқа, ата-анамыздан басқа, мұғалімдерден басқа бұндай установка кез келген сказкада болады. Сказкаларда, мысалы, Кощей Бессмертный. Орыстардың сказкасы бар ғой, Иванушка дурачок деген. Сначала Иванушка дурачок сәл ақмақтау болады, одан кейін ол ақылды болып шығады. И ақылды болған кезде түрлі оқиғаларға тап болады. Сол оқиғалардың біреуі, например, бір ситуация, да, Кощей Бессмертныйды кездестіреді. Бұл Кощей обязательно бай, обязательно ол злодей болып шығады, то есть басқаларға жаманшылық жасайды, қылмыстық жасайды, бірақ сол кезде қараңыздар, қандай бұл программирование, то есть бай болу бұл жаман, кедей болу бұл жақсы. Егер оны тағда түбін қарасақ, любой программирование, кез келген программирование кому-то выгодно. Оны біреу ойлап тапқан, и оны енгізген. Біздің өміріміздің бәрі енгізілген программа десек те болады. Итак, сказкадан басқа, ертегілерден басқа, кино, газет, журналдар, телевидение, теледидар, біздің окружениеміз, біздің оқитын кітаптарымыз, көретін видеоларымыз бәрі бізге қатты әсер етеді. И бізді программировать етеді. Енді бұны не істейміз? Бұны өзгерту үшін өзіміздің ойлау қабілетімізді дамыту керекпіз. Оны қалай дамытамыз? Қараңыздар, өмірдің сапасы өмірлік көзқарасқа байланысты дедім басында.
осыдан алдын. Өмірлік көз қарас екі түрлі болады. Екі түрлі негативті немесе позитивті болады. Немесе аралас та болуы мүмкін. Мысал үшін, бағанағы мысал, установкада бай адамдар алдауқшы. Бұл установка қарап тұрсақ, вроде бы позитивный. Позитивный бізді защищать етіп тұр. Қауіпсіздік бізге береді. Бізді как бы предупреждать ететін сияқты. Вроде позитивный, но на самом деле бұл біздің конкретно өмірімізге қатты әсер етеді, негативті әсер етеді. Себебі бізге бай болуға кедергі жасайды. Значит, біз ақшаға деген көз қарасымыз негативный. Егер бізде сондай установка болса. Егер ақшаға установкамыз негативный болса, ақша оңаймен келмейді өмірге. Осымен қатар, тағы қандай установкалар, қандай мысал келтірсек болады. Ну, например, біздің проблемаларымызға басқалар кінәлі. Правительство кінәлі, бастық кінәлі, ата-ана кінәлі, мектеп кінәлі. И бұл да сондай негативті установка. Неге негативті? Казалось бы, сен ақсын, басқалар қара ғой. Сен үшін бұл вроде бы позитивный. На самом деле, сен үшін бұл негативный установка. Потому что өз-өзімізге жауапкершілікті алмаймыз бұл сәтте. Осы установкаға сенген кезде адам өзінің өмірін просто жерге тастады десек те болады. Значит, оның өмірі оған байланысты емес. Сол басқа адамдарға, власть, күш бар адамдарға ғана байланысты. Значит, он ничего не может сделать со своей жизнью. Значит, бұл установка негативный. Оны позитивке ауыстырсақ қандай болады? Позитивке ауыстырғанда менің өмірім тек маған байланысты. Менің ойыма байланысты, менің көзқарасыма байланысты. Осы кезде біз өмірге жауапкершілікті өзімізге аламыз. Өзімізге власть над своей жизнью дейді ғой, хозяин своей жизни. Хозяин боламыз, қожайын. Итак, өмірімізді қараңыз, өмірімізді енді қалай өзгерте аламыз? Ең өзгерістің түбі бұл ой. Өмірлік көзқарастың түбі де ой. Значит, біз өзіміздің ойымызды негативтен позитивке ауыстырып тұрсақ, біз постепенно барлық сфераларға әсер етеміз. Өміріміздегі барлық сфераларға әсер етеміз. Ол үшін өзімізді ұстап тұру керекпіз. Қалай ұстаймыз? Байқап тұру керек, өз-өзіне анализ жасау керек. И бұл ең кішкентай қарапайым мысалдардан басталады. Ну, например, бүгін жаңбырлы күн. Жаңбыр жауып тұр, аспан бұлттанып тұр. Негативті ойлайтын адам не дейді? Бүгін жаңбырлы күн, серуендеуге шыға алмаймын, машинам кір болатын болды, суық, ұнамайды маған, жел болып тұр деп, түрлі негативті ойлар шыға келеді. Позитивті ойлайтын, позитивті қолданатын адам не ойлайды? Жаңбыр жауып тұр. Иісі қандай керемет. Дала ашық, свежий болып тұр. Воздух, то есть ауа свежий қалай болады қазақша? Ну, думаю, сіздер мені түсіндіңіздер. Ауа қазір свежий болып тұр. Жаңбыр жауғаннан кейін жеміс жидектер жақсы өседі. Ыстықты басады. Мысалы, жазда жауатын жаңбыр өте тамаша емес па? Машина кір болады, бірақ сонда да мойкаға баруға уақыт шығады. Келесі күні, мысалы, мойкаға барған кезде 1 сағат уақытыңыз босайды. Сол 1 сағаттың ішінде керекті звоноктарды жасауға болады. Бұрыннан көрем деген видеоларды көре салуға болады. Көп уақытты әртүрлі использовать етуге болады. Уақытын кетті деп қайғыруға болады, немесе сол уақытты грамотно использовать, грамотно қолдануға болады.
осылай мелочтардан, буквально вот совсем қарапайым мысалдардан ойыңызды өзгеріп тұрсаңыз, постепенно сіздің өмірлік көзқарасыңыз позитивке ауысады. Ол позитивке ауысқан кезде, то есть бұл механизм, бұл навык, бұл, как это называется, кәдімгі жаттығу. Осы жаттығуды күн сайын істеген кезде сіздің ойыңыз, сіз өзіңіздің ойыңызға қожайын боласыз. Келесіде кез келген ситуация уже сізге байланысты болады. Егер, например, бір жарты жылда алайық, ладно, жарты жыл көп шығар, үш айда алайық, 3 айдың ішінде ойыңызды позитивке ауыстырсаңыз, сіздің 3 айдан кейін болатын оқиғаларыңыз, ситуациялар, событиялар уже басқа болады, потому что сіз өзіңізді позитивке программировать еттіңіз. Даже если бір негативный, кішкентай андай ситуациялар болып шығып қалса, көзқарасыңыз оған ауысқан кезде ситуацияда басқашалап шешіледі. Егер ситуацияны, ой, мынау страшно, мынау қиын, мен өте алмаймын бұдан деп қатты оймен, как это сказать, если вы напитаете эту ситуацию негативными мыслями, ол ситуацияңыз одан сайын күшейеді, негативтік күші үлкейеді. Біздің ойымыз бұл программа, и ой бұл инструмент. Так, бүгінге осы. Достар, сұрақтарыңыз болса, астында комментарийға жазсаңыз болады. Осымен бірге астында мен өзімнің бірінші каналыма, YouTube каналыма ссылканы жіберіп қоям. Так, маған жазылуға ұмытпаңыздар. Сіздің подпискаларыңыз, комментарийларыңыз маған өте үлкен мотивация береді. Видеоны көргендеріңізге рахмет, сау болыңыздар.